Айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиынына іріктеу басталды. 9-шы рет өтетін жарысқа ауыл аймақтан жиылған 200-дей жас өрен қатысып жатыр. Әскери спорттық жарыстан үздік шыққан ұландар республикалық жиынға жолдама алмақ. Жиыны бағдарламасында әскери қолданбалы және әскери спорттық жарыстардан тұратын 3 сайыс бар. Жас патриоттар ойын барысында өздерінің зияткерлік қабілетін көрсетеді. Дене дайындығының деңгейі, күші, төзімділігі мен жылдамдығы бағаланады. Пневматикалық винтовкадан оғату, автоматты бөлшектеп жинау, газ тұмылдырығы және жалпы әскери қорғаныс жиынтықтарын қию кезінде өрендердің нақты, дәл әрі анық орындалған әрекеттері талап етіледі. Биыл маусым айында осы республикалық жарыс өткізіледі. Ақтөбе облысынан 10 ер бала, 5 қыз бала қатысу керек, барлығы 15 оқушы. Қазіргі таңда барлық аудандар және Ақтөбе қаласының командалары осы жарысқа қатысуға дайын. Жарыс барысында үздік оқушыларды таңдап аламыз. Осы жарысқа керемет дайындық, біраз өзімнің кемшіліктерімді жетілдірдім ары қарай. Топпен бірге танысып, бірге осы облыстық сайысты өтіп, келесі Айбын Ақтөбе қаласына жеңісті алып келеміз деген ойдамыз. Мамандықты ары қарай даярлау үшін ары қарай осы Ақтөбе қаласының әуе қорғаныс күштеріне оқуға түскім келіп отыр.